Заң мен тәртіп қағидасын жүзеге асыру аясында Ішкі істер министрлігі есірткі қылмыстарымен күрес бойынша мақсатты жұмыстарын жалғастыруда. Жастарды есірткі заңсыз айналымына тартуға жол бермеуге ерекше назар аудара отырып, тек соңғы 10 күнде полиция қызметкерлері әртүрлі есірткі қылмыстық әрекеттермен айналысқан 14 адамды ұстады. Көшедегі есірткі жасырғыш пен буып түйшіден бастап, ірі синтетикалық есірткі өндірушілеріне дейінгі толық тарату арналары анықталып жабылды. Шымкент қаласында мешіттердің бірінің жанында 38 жастағы ер адам ұсталды. Ол интернет дүкенінің курьер буып түйші ретінде жұмыс істеген. Синтетикалық есірткілерді ол еліміздің әртүрлі өңірлерінен, соның ішінде Алматы облысынан алып, есірткі жасыру арқылы сатқан. Ұсталған кезде ер адамнан 2 килограммға жуық альфа-ПВП тәркіленді. Шығыс Қазақстан облысында жас жігіттен 1 килограммнан астам мефедрон мен альфа-ПВП тәркіленді. Олар ірі жасыру арқылы сатылуға арналған. Қарағанды қаласында жалға алынған жеке үйдің есірткі зертханасы қызметі жолы кесілді. 2 жергілікті облыс тұрғындары ұсталды. Олардан көтергеме бағамен өткізу дайындалған 52 килограммнан астам альфа-ПВП тәркіленіп, сонымен қатар есірткі өндіруге арналған 1 тонна прекурсорлар алынды. Барлық күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жалпы, соңғы 10 күнде заңсыз айналымнан 55 килограммнан астам синтетикалық есірткі тәркіленді. Осылайша, заңсыз айналымға 165 мыңнан астам бір реттік дозаның таратылуына жол берілмеді. Ішкі істер министрлігі есірткі қылмыстарына қарсы күрес комитеті атап өтеді. Есірткі қылмыстарымен күрес қатал әрі компромиссіз жүргізіледі. Алдыңғы қатарда ұлттық генофондың қорғау, жастардың денсаулығы және ел аумағындағы есірткі ахуалын жақсарту.